Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бас ми жүйкесінің 9-шы жұп нерві, яғни тіл жұтқыншақ нерв, латынша nervus glossopharyngeus деп аталады. Бұл нерв қызметіне қарай аралас нервке жатады. Аралас деп отқанымыз бұл нервте қозғалтқыш, сезімтал және вегетативті парасимпатикалық талшықтар болады. Nervus glossopharyngeusте 3 ядроны ажыратамыз. Яғни ол вегетативті, сезімтал және қозғалтқыш ядролар. Вегетативті парасимпатикалық ядромыз ми бағанында сопақша мидың бойында орналасқан. 3 ядромызда парасимпатикалық, қозғалтқыш және сезімтал ядролар. Парасимпатикалық ядромыз латынша nucleus salivatory inferior деп аталады. Ол төменгі сілекей бөлілік ядро деп аталады. Ал қозғалтқыш ядромыз бізде nucleus ambiguus деп аталады, немесе екілік ядро деп аталады. Ал сезімтал ядромыз бізде nucleus tractus salivatory деп аталады. Қазақшасы жалғыз жолдық ядро деп ат береміз. Парасимпатикалық, қозғалтқыш және сезімтал ядролар. Бұл ядролардың аксондары бір буда құрап, сопақша мидың оливасының артқы жүлгесінен шығады. Яғни ми бағанынан сопақша мидың оливасының артқы жүлгесінен шығады. Ал бас ми сүйегінен ол форамен югуляриден шығады. Форамен югуляри деп отқанымыз, мына суретте көрсеткен тесігіміз. Парасимпатикалық вегетативті, қозғалтқыш ядромыздың талшығы және сезімтал ядромыздың талшығы. Бұл форамен югуляриде екі ганглион құрайды. Ганглион superior және ганглион inferior. Nervus glossopharyngeustің сезімтал талшығына келетін болсақ, сезімтал талшығы форамен югуляриден шыққаннан кейін бұл негізгі 4 тармаққа немесе 4 тармақшаға бөлініп кетеді. Оның бірінші тармақшасы немесе алғашқы тармақшасы ол рами танзилярис деп аталып, бадамша безге және бадамша бездің қасындағы доғасына барады. Барып сол жерде иннервациялайды. Екінші тармақшасы өз кезегінде тілдің артқы 1/3 бөлігіне барып, тілді дәм сезулік сезімталдықпен қамтамасыз етеді. Ал екінші тармақшасы рами лингвалис деп аталады. Ал үшінші тармақшасы рами фарингей деп аталып, ішкі және сыртқы ұйқы артерияларынан өтіп, ол жұтқыншақтың латералды қабырғасына барып, өрім құрап, сол жерді иннервациялайды, жалпы сезімталдықпен иннервациялайды. Ал сезімтал ядроның 4-ші тармақшасы ол рами синус каротис деп аталып, жалпы ұйқы артериясының бифуркация бойына барып, сол жерді иннервациялайды. Яғни бұл артериялық қан қысымды реттеуге қатысады. Енді nervus glossopharyngeustің қозғалтқыш талшығы, ол қозғалтқыш талшығы ол бір ғана бұлшықетке, яғни ramus musculi stylopharyngeus деп аталып,
мускулофарингеуске, яғни аттас бұлшетке барып, сол бұлшетті иннервациялайды. Яғни бұл бұлшетіміз жұтқыншақты көтеретін бұлшет. Яғни мускулофарингеус деген бұлшетіміз суретте көрсетілген міне. Ал үшінші тармақшасы, яғни парасимпатикалық вегетативті тармағы, ол бізде апертура инфериордан өтіп, дабыл қуысына өтіп, дабыл қуысында өрім құрап, және апертура супериордан шығып, форамен лационумге барып, одан өтіп, бұл жерде ганглион оптикумға барады. Ганглион оптикум өз кезегінде үшкіл нервтің үшінші ірі тармағы, яғни рамус мандибуляристің бір тармақшасы, ол рами альвеотемпоралис деп аталады. Яғни рамус аурикула темпоралис, құлақ самайлық нерв. Ол құлақ самайлық нервіміз бізде құлақ маңы безіне барып, сол безді иннервациялайды, яғни секреторлық қызмет атқарады. Ганглион оптикум осы нервпен анастомоз құрау арқылы құлақ маңы безімен байланысып, соның қызметіне жауап береді. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Егер каналымыз, арнамыз ұнаса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.